Баршаңызға сәлем. Бүгін біз аш қарынға жылы су ішудің пайдасы мен зияны туралы сөйлесеміз. Сонымен қатар, сіз осы видеодан күні бойы жылы су ішудің маңызы, жылы судың шығыс медицинасындағы әсерін және тағы бірнеше маңызды жайттарды біле аласыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көруді сұраймын. Тағы бір айта кететін жайт. Біздің арнада жазылусыз көретіндер 92%-ді құрайды. Арнаны көріп жүрсеңіз, бірақ әлі жазылмаған болсаңыз, біздің еңбегімізді бағалап, жазылу батырмасын басып, қоңыраушаны басуды өтінемін. Қызыл жазуды сұр түске айналдырыңыз. Алдын ала рахмет, жақсы көрілім тілеймін. Көпшілігіміз таңымызды хош иісті бір кесе кофеден немесе шайдан бастаймыз. Бұл сусындар сергітіп, күні бойы энергия береді. Алайда, таңды осылай бастау дұрыс па деген сұрақ туындайды. Барлығы біледі, денсаулықтың кілті су балансы мен жеткілікті сұйықтық тұтыну. Дұрыс тамақтануды ұсынатындар таңертең күнін бір стакан таза сумен бастайды, ас қорыту мен метаболизмді іске қосу үшін. Бірақ біз сізге сұйықтық мөлшері ғана емес, оның температурасы да маңызды екенін айтқымыз келеді. Осы видеода жылы судың қандай пайдасы бар екенін қарастырамыз. Шығыс медицинасындағы жылы судың пайдасы. Жылы судың пайдасы туралы теория Қытайда пайда болған. Олардың юнь және янь философиясы бұл көзқарасқа әсер еткен. Қытай медицинасында суық су ішу денедегі юнь мен янь балансын бұзады. Судың температурасы дене температурасымен шамалас, яғни 37 градуста болуы керек. Адам ауырса, бұл суық энергияның күшеюі деп есептеледі, ал оны қалпына келтіру үшін ыстық су ішу керек. Суық су мүлде ұсынылмайды. Себебі ол асқазанда бүйректің энергиясы арқылы жылытылады. Бұл артық күш жұмсау. Сондықтан денсаулық үшін жылы су ішу ұсынылады. Иә, жылы судың дәмі ерекше, оны ішу қиындау. Сондықтан бірден емес, біртіндеп бірнеше ұрттамнан бастап күн сайын мөлшерін көбейтіңіз. Жылы су тез ішекке түседі, асқазанда ұзағынан тұрып қалмайды. Өйткені ол ысытуды қажет етпейді. Мұндай суды міндетті түрде аш қарынға ішу керек, ағаммен немесе ферменттермен араласпау үшін. Ол жылдам су деп аталады, себебі асқазанда бөгелмейді. Ал морс, кисель, компот сияқты сұйықтықтар алдымен ферменттермен ыдыратылып өңделуі керек, ал жылы су мұндай өңдеуді қажет етпейді. Аш қарынға жылы су ішудің 12 пайдасы. Метаболизмді жылдамдатады. Таңертең бір стакан су ішу метаболизмді іске қосады. Жылы су бұл процесті бірнеше есе жылдамдатады. Ол дене температурасын көтеріп, алмасу процестерін қосады. Егер оған лимон немесе имбир қоссаңыз, әсері күшейеді. Имбир ас қорытуды жақсартады, ағзаны тазартады. Екінші пайдасы. Ас қорытуды жақсартады. Жылы су іш қатуға қарсы көмектеседі. Нәжісті жұмсартып, жеңіл шығуына әсер етеді. Сондай-ақ ішектегі у мен токсиндерден тазартады. Ас қорыту ферменттерін белсендендіреді. Суық су майлардың шығуын қиындатады, ал жылы су оларды ерітіп шығуына көмектеседі. Жылы суды тамақтан бұрын және кейін де ішуге болады. Ас қорыту мүшелерінің жұмысы мен пайдалы заттардың сіңуін жақсартады. Үшінші пайдасы. Ішек жұмысын қалпына келтіреді. Сұйықтықтың жеткіліксіздігі нәжіс жүрісін баяулатады. Бұл іш қату мен ауырсынуға келеді. Мұны болдырмау үшін күніне 2 литрден су ішу керек, әсіресе жылы су. Ол ішек қозғалысын жақсартады. Токсиндерді шығарады. Жылы су ішектің перистальтикасын арттырып, зиянды заттардың шығарылуына көмектеседі. Сонымен қатар, бүйрек пен бауырдың жұмысын жақсартады. Олар қаннан токсиндерді сүзіп, зәрмен шығарады. Тұмау белгілерін жеңілдетеді. Жылы су вирустарды ағзадан шығаруға көмектеседі. Сол себепті тұмау кезінде жылы сусын ішу ұсынылады. Ол құрғақ жөтелді жеңілдетеді, әсіресе бал немесе лимон қоссаңыз. Жылы су тамақ пен тыныс жолдарындағы ісінуді азайтады. Таблеткаларға қарағанда қауіпсіз. Келесі кезекте несеп жыныс жүйесіне көмектеседі. Цистит кезінде ағзадан бактерияларды шығару үшін көп су ішу керек. Жылы су әсіресе лимонмен немесе мүкжидекпен инфекцияларды жояды.
себебі олар қышқыл ортада өмір сүре алмайды. Ауырсынуды басады. Жылы су ішкі ағзалардың бұлшықеттерін босаңсытады, түйілуді жеңілдетеді. Мысалы, етеккір кезінде ауырсыну бас ауыру кезінде пайдалы. Сонымен қатар теріні жақсартады. Ішек пен қан тамырларын тазарта отырып, тері де тазарады. Көптеген бөртпе мен құрғақтық ағзадағы токсиндердің салдары. Жылы суды үнемі ішсеңіз, теріңіз таза, тегіс әрі сау болады. Кемінде 1,5-2 литр жылы су ішу ұсынылады. Қан айналымын жақсартады. Жеткілікті су қанды сұйылтып, токсиндерден тазартып, барлық мүшелерге қан айналымын жақсартады. Жастықты ұзартады. Су жасушалардың тіршілігі үшін қажет. Жылы су бұл функцияны жақсы атқарады. Жас ұлғайған сайын ағзадағы су азаяды. Бұл терінің құрғауына, қартаюына әкеледі. Су ішсеңіз, бас ауру, тромбоз, басқа да асқынулардан қорғанасыз. Кемінде 1 стақан, ал жақсысы одан да көп ішу керек. Бүйрек пен ішек зиянды заттар мен еркін радикалдарды шығара бастайды. Сондай-ақ теріні ылғалдандырады, әжімді азайтады, сергітеді. Сүйекке көмектеседі. Жылы су қан айналымын жақсартады. Бұлшықет пен сүйек жүйесіне де пайдалы. Қан арқылы барлық ұлпалар қажетті заттармен қоректенеді. Минералды су кальций көзі, сүйек құрылымының негізі. Сонымен қатар грипптің алдын алады. Жылы су иммунитетті жақсартады. Ол қан айналымын, лимфа жүйесін іске қосады. Бұл вирустармен күреске көмектеседі. Неліктен күні бойы жылы су ішу керек? Комплекс әсер үшін тек таңертең не кешке емес, күні бойы жылы су ішу ұсынылады. Таңертең метаболизмді қосасыз. Бұл әсіресе салмақ тастағысы келетіндерге пайдалы. Жылы су асқазанды тамақ қабылдауға дайындайды. Тойымдылықты тезірек сезіндіреді. Ас қорыту ферменттерін іске қосып, тағамнан пайдалы заттардың жақсы сіңуіне көмектеседі. Жылы су майларды ерітіп, оларды шығарады, ал суық су майдың жиналуына ықпал етеді. Күндіз жылы су ішу бүйрек жұмысын жақсартады, еркін радикалдарды шығарады, теріні ылғалдандырады, әжімді құрғақтықты азайтады, қан қысымын реттейді, иммунитетті көтереді. Түнде 1 стакан жылы су ұйқыны жақсартады, ұйықтауды жеңілдетеді. Қарсы көрсетілімдеріне келетін болса, көп өнімдерде қарсы көрсеткіштер көп болса, жылы судың зияны аз. Бірақ келесі жағдайларда сақ болу керек. Бүйрек ауруы. Қысым жоғары, ісіну болса, су көлемін дәрігермен нақтылау қажет. Бал, лимон, имбирге аллергия болса, қосуға болмайды. Өтте тас болса, су өттің жүруін қоздырып, ауру тудыруы мүмкін. Қан қысымы жоғары болса, асқазан ішек аурулары өршігенде жылы суды азайтыңыз. Жазда ыстық кезде денені қатты қыздырмас үшін сақ болыңыз. Жүрек, вена, бүйрек ауруынан ісінуге бейім болсаңыз, ішетін су көлемін дәрігермен кеңесіп алыңыз. Маңызды, айтылған барлық оң әсерлер таза жылы суға қатысты. Шай, шөп, тұнбалары бұл әсерді бермейді. 1-2 литр жылы су ішіңіз. Сонда тұмау, сусыздану, буын аурулары, тағы басқа белгілер мазаламайды. Егер жылы судың дәмі ұнамаса, лимон немесе жалбыз қосып көріңіз. Бұл ішуді жеңілдетеді. Осы жерден видеоны аяқтаймыз. Бұл арнада денсаулық пен ем туралы басқа да қызықты видеолар бар. Сондықтан арнаға жазылуды, қоңыраушаны басуды, лайк пен репост жасауды ұмытпаңыз. Кездескенше денсаулығыңыз мықты болсын.